Түнде Щучинск қаласындағы дәмханалардың бірінде жарылыс болды. Артынша өртенген құтқарушылар ғимараттан 8 газ баллонын алып шыққан. Оннан астам адам құтқарылды. Облыс әкімдігі таратқан ақпарат бойынша барлығы 26 адам зардап шеккен. Оның ішінде өкінішке қарай 7 адам көз жұмды. Арасында 16 жастағы қыз бала бар. 13 адам Бурабай аудандық ауруханасына жеткізіліп, алтауы амбулаториялық бақылауға жіберілді. Өрт сөндірушілер оқиға орнына хабарлама түскеннен кейін 5 минут ішінде жеткенін айтады. Медициналық бригадалар және санитарлық авиацияда жасақталған. Ақмола облысының әкімдігі қаза болғандардың отбасыларына және зардап шеккендерге көмек көрсетеді. Ақмола облысы төтенше жағдайлар департаментінде 87162 514 298 жедел желі жұмыс істеп тұр. В стационар города Щучинска поступило 13 пациентов. Щучинск қаласының стационарына күйіктің әртүрлі дәрежесімен 13 науқас түсті. Қазіргі уақытта 6 науқасты Көкшетау қаласындағы көп бейінді облыстық ауруханаға ауыстыруға дайындық жүргізілуде. Шұғыл медициналық көмек көрсету үшін облыс орталығынан медициналық мамандар тартылды. Қосымша 3 анестезиолог, реаниматолог бригадасы келді. Қажетті дәрі-дәрмектер жеткілікті көлемде бар. Науқастардың жағдайын тұрақтандыру үшін барлық қажетті көмек толық көлемде көрсетілуде.